Әмір Темір ол өте қатыгез, әрі жауыз патша болған. Оның тарихта бірнеше есімі бар. Мысалы Темірлан, Ақсақ Темір, Әмір Темір және сол сияқты көптеген есімдер бар. Ол өз кезінде 35 жыл билік құрған. Сонымен қоса ол 27 мемлекетті қол астында ұстаған жауыз билеуші. Оның жастық шағында моңғолдар ыдырап жатырған кез еді. Оның әкесі Шағатай тұқымынан шыққан билеуші болған, ал анасы Шыңғысхан тұқымынан болатын. Осындай атақты тұқымдардан шыға тұра Темірге көп мұра қалдырмаған. Әмір Темір билікке 1370 жылы келеді. Ол билікке келмей тұрып 1361 жылы Қашқария уәлиятының билеушісі болады. Содан кейін Тоғылық Темірмен күрес жүргізіп 1370 жылы Мауреннахрды өзіне қаратады. Содан кейін Әмір Темір 1372 жыл мен 1388 жылдардың аралығында Хорезмге үздіксіз соғыстар жасап бағындырады. Және де ол 1376 жылы Шығыс Түркістанды бағындырады. Сол сияқты 1381 жылы Гератты, Хорасанды, оңтүстік Әзірбайжанды бағындырады. Осыдан кейін өзінің билігін нық орнатады. Ол 1370 және 1390 жылдар аралығында Тоқтамыс пен Едіге әмірдің соғысын тиімді пайдаланып Дешті, Қыпшақ, Ақ Орда және Моғолстан жеріне 10-нан астам жойқын соғыс ұйымдастырады. Ол тіпті 1398 жылы Үндістанды өз қол астына қосады. Үндістанды бағындырғанның арқасында көп байлыққа және әскери пілдерге қол жеткізеді. Әмір Темірдің атақты соғыстарының бірі Анкара соғысы болды. Бұл соғыс 1402 жылдың жазында өтеді. Осман империясының сол кездегі ханы 14 жасар Баязид сұлтан болады. Әмір Темірдің басты күші әскери пілдерде болады. Оны ол Үндістанды бағындырған кезде олжалаған болатын. Ол басында османдарды оңай олжа көреді. Оған қоса билеушісі де жас болатын. Ол басында Баязид сұлтанға елші жіберіп салық төлеуін сұрайды. Бірақ Баязид сұлтан келген елшілерді өлтіріп, тегеурінді тойтарыс көрсете деп ойлаған болатын. Осыдан кейін Әмір Темір қатты ашуға булығады. Соңында ішкі алауыздықтың кесірінен ол өз елінен қашып шығады. Нәтижесінде Әмір Темір жеңіске жетіп Баязид сұлтанды тұтқындайды. Әмір Темір 1405 жылы Қытайға жорық жасайын деп жатырған кезінде 68 жасында Отырарда қайтыс болады. Оны Самарқандағы Гүр әмір кесенесіне мұсылмандарша жерлейді. Одан тараған ұрпақтары Моғолстан мемлекетін құрады.